Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын ерекше кешкі ас дайындайтын боламыз. Алдымен етімізді қуырып аламыз. Етіміз 5 минуттай қуырылғаннан кейін пиязымызды салып қуыратын боламыз. Кейін болгар бұрышын қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып қуырып аламыз. Помидорымызды қосамыз. Оның орнына томат қоссаңыздар да болады. Сәбізімізді салып, тұзымызды саламыз, бір ас қасық көлемінде. Және кез келген приправа, дәм қосқыштарыңызды қоссаңыздар болады. Қазанымыздың бетін жауып, жай отта 10 минуттай етімізді пісіріп алатын боламыз. Кейін 2 штук картошкамызды саламыз. Соңында барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін 2 ас қасық соевой соусымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, қуырып алғаннан кейін үстіне су құятын боламыз. Міндетті түрде салқын су болғаны дұрыс. Отта 15-20 минуттай пісіреміз. Суымызды өте көп мөлшерде қоспаймыз. Картошка батып тұратындай деңгейде қоссаңыздар болады. Ендігі тестамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 стакан су, 1 шай қасық тұз, жұмыртқа және ұн қажет болады. 350 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, кейін жұмыртқамызды салып, суымызды құйып, жақсылап илейтін боламыз. Тестамыз дайын болғаннан кейін 10 минутқа бетін жауып қалдырып қоямыз. Дайын болған тестамызды осылайша ұзынша етіп жайып алатын боламыз. Кейін бетіне 1 ас қасық көлемінде сұйық майымызды құйып, ас көгімізді салатын боламыз. Және қамырымызды ортасынан 2 бөлікке бөліп, орап бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Қазанымыздың үстіне орналастырып, жай отта 25-30 минуттай көлемінде пісіріп аламыз. Тамағымыздың үстіне қайтадан су қоспаймыз. Осындай деңгейде батып тұрса да жеткілікті. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
алдағы уақытта сіздермен бұдандай керемет кешкі астармен, түрлі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Осымен біздің кешкі асымыз дайын, өте дәмді әрі оңай жасалынады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.